Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балалардың ең сүйіп жейтін тағамын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге бар болғаны екі ғана ингредиент қажет болады. Ол бірі сосиска, екіншісі картоп. Сосисканы видеода көрсетілгендей екіге бөліп аламыз. Біз осылай сосисканы бөлу арқылы осьминог жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Шұжықтарымыз турап болдық, енді картопымыз тураймыз. Біз бұл картоптан картошка фри жасайтын боламыз. Яғни картошка фридің формасында етіп, ұзынша етіп турап шығамыз. Картоптарымызды турап болған соң бірден қуырмаймыз, алдымен құрғатып аламыз, кептіріп аламыз. Мен сияқты қағаз салфетканың көмегімен құрғатып алсаңыздар болады. Картошка фридің картобын алдын ала осылай құрғатып алып, қуыратын болсаңыз, картошкаңыз езілмей, әдемі біркелкі болып шығады. Табаға майымызды құйып қыздырып алған соң, алдымен шұжықтарымызды қуырып аламыз. Шұжықтар тез қуырылады. Біздің картоптарымыз құрғаған соң, осылай майға салып қуыратын боламыз. Тұзын қоспаймыз. Тұзын ең соңында қосатын боламыз. Яғни қуырып болған соң, бөлек ыдысқа алған соң саламыз. Менде бұл жерде тұз, паприка екеуін осылай араластырамыз. Картошкамызбен осылай араластырып аламыз. Біздің картошка фрейіміз дайын. Дәмі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде балаларыңызға жасап беруге кеңес беремін. Оларға да ұнарына сенімдімін. Кез келген балалардың ең сүйіп жейтін тағамы болып саналады. Міндетті түрде балаларыңызға жасап беріңіздер. Өте дәмді тағам. Тек қана жас балалардың ғана емес, үлкендердің де сүйіп жейтін тағамның бірі. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған мен Арайлым.